Саламатсыздар ма? Менің атым Тайыр Нұрпейісов. Бұл Тестми каналы. Бүгін біз ұбт-ға математика пәнінен дайындалуды бастаймыз. Және де бүгін қарастыратын есебіміз келесі. Оқушы ұбт-дан 105 балл алды. Оқушы физика пәнінен қанша балл жинағанды анықтаңыз. Есептің шешу келесідей болады. Айталық, басқа 4 пәнінен оқушы 25 балл алды дейік. Яғни, қазақ тілі 25 балл, Қазақстан тарихы 25 балл, математика 25 балл, және де орыс тілі 25 балл. Яғни, физика пәнінен оқушы қанша балл алды. Бұны анықтау үшін 105 балдан барлық осы балдарды аламыз. Яғни, 105-тен 25-ті 4 көбейткен 100-ді алсақ, 5 балл болады. Кем дегенде, оқушы физика пәнінен 5 балл ала алады, және де басқа пәндерден 25 балл алу қажет. Келесі жағдайды қарастырайық. Мысалы, физика пәнінен оқушы 15 балл алды дейік. Ал енді орыс тілден ол 20 балл алсын, математикадан 25, Қазақстан тарихынан 20, және қазақ тілінен 25 балл алды дейік. Ондайда жағдай болуы мүмкін, себебі балдардың қосындысы есептің берілгені бойынша 105 болады. Яғни, біздің алған жауап есептің берілгеніне қарама-қарсы емес. Келесі жағдайды қарастырайық. Оқушы физикадан 25 балл алды дейік. Және де, мысалы, ол орыс тілден 15 балл алсын, математикадан 20 балл алсын, қалған пәндерден 25 балл алсын. Осы шешім қайтадан есептің берілгенін қанағаттандырады. Себебі бүкіл балдардың қосындысы 105 балл болады. Яғни, осы есеп туралы біз не айта аламыз? Осы есептің берілгені қате, айтарлықта осы есептің берілгені толық емес. Себебі біз оқушының физика пәнінен қанша балл алғанды нақты түрде айта алмаймыз. Біздің тек қана айта алатынымыз физикадан оқушы 5 ұпайдан 25 ұпайға дейін ұпай санын ала алады. Кем дегенде 5, ең көп дегенде максимумы 25 балл. Біздің каналға жазылыңыз, біздің пабликқа кіріңіз. Дайындалу кезінде сізге іске сәт, сау саламатта болыңыздар.